Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 71-ші сабақ көбейтудің үлестірімдік қасиетті тақырыбы бойынша есептер шығару. Бірінші есепін есепте дейді. Мына жерде сандар берілген, және де ортасында сан тұр. Осы санға көбейт деп тұр. Міне көбейту 3 деп тұр. Қазір барлық санды осы ортадағы санға көбейтіп шығамыз. 60-ты 3-ке көбейтеміз, 180. 70-ті 3-ке көбейтеміз, 210, 40-ты көбейтеміз 3-ке, 120 шығады, 90-ды 3-ке көбейтеміз, 270, 50-ді 3-ке көбейтеміз, 150, 80-ді 3-ке көбейтеміз, 240. Келесі мына екінші қатардағы 70-ті көбейтеміз 4-ке, 280, 40-ты көбейтеміз 4-ке, 160 шығады, 90-ды 4-ке көбейткенде 360, 50-ді 4-ке көбейткенде 200, 80-ді 4-ке көбейткенде 320, 60-ты 4-ке көбейткенде 240. Келесі енді 5-ке көбейтеміз. 70-ті 5-ке көбейтеміз 350, 40-ты көбейтеміз 5-ке 200, 90-ды 5-ке 450, 50-ді 5-ке 250, 80-ді 5-ке 400, 60-ты 5-ке көбейткенде 300. Екінші есеп ұзындығы А, ені В болатын тік төртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Кесте берілген. Осы кестеде міне А 4 сантиметрге тең, В 2 сантиметрге бізге периметрін табу керек. Екі тәсілмен анықтайтын боламыз. Оның бірінші тәсілі мына тәсілге саламыз. Пи тең болады 4 қосылған 2, оны сосын 2-ке көбейтеміз. 4 2-ге қосқанда 6, оны 2-ге көбейткен кезде 12 сантиметр шықты. Ал екінші тәсілінде пи 4 сантиметр қосылған 2 сантиметр, оны тағы да А бұрышы мен В бұрышына қосамыз, сонда 12 сантиметр шығады. Екінші, сонда 12 сантиметр мына жерде. Пи тең болады 5 қосылған 2, оны 2-ке көбейтеміз. 5-ке 2-ні қосқан кезде 7, оны 2-ке көбейтсек 14 сантиметр. Ал екінші тәсіл бойынша 5 сантиметрді 2 сантиметрге қосамыз, оны қайттан А бұрышы мен В бұрышына қоссақ, бізде 14 сантиметр шығады. Келесі пи тең болады 6 қосылған 2, оған қосқан кезде 8, 2-ні көбейткен кезде 16 сантиметр шығады. Екінші тәсіл бойынша 6 сантиметрді 2 сантиметрге қосамыз, тағы да А бұрыш мен В бұрышын қоссақ, 16 сантиметр шығып тұр. Келесі 10-ды 2-ге қосамыз, сонда 12 шығады, оны 2-ге көбейткенде 24 сантиметр. Екінші тәсілде 10 сантиметрге 2 сантиметрді қосамыз, тағы да А бұрыш мен В бұрышын қосатын болсақ, яғни 10-ға 2-ні қоссақ 24 сантиметр шығып тұр. Мына жерде 24 болады. Соңғысы міне 8-ге 2-ні қосқан кезде 10 болады, оны 2-ге көбейтсек 20 сантиметр. Ал екінші тәсіл бойынша 8 сантиметрге 2 сантиметрді қосамыз, тағы да міне А бұрыш мен В бұрышы, яғни 8 сантиметрге тағы 2 сантиметрді қоссақ 20 сантиметр шығып тұр. Мына жерде сонда 20 сантиметр болады. Үшінші есеп, сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша қайың 30 ағаш отырғызылды? Бұл жерде мектептердің саны 30 және шырша 5-е отырғызылды, қайың 4-е отырғызылды. Енді барлығы қанша ағаш отырғызғанын есептеуіміз керек. Бұл жерде шырша мен қайыңды яғни қосамыз, 5 пен 4 9 болады. Бұл бір мектепке отырғызылған ағаш. Ал осы 9 ағашты 30 мектепке көбейтетін болсақ 270 шығады барлығы. Сонда жалпы осы қаладағы мектептердің барлығына 30 мектепке 270 ағаш отырғызылды деген сөз. Төртінші есепті шығар. Гүл өсірушіде 80 таушымылдықтың 240 раушангүлдің көшеті болды. Ол әр жәшікке 40 түптен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды? Таушымылдық 80 көшет деп жазып аламыз, раушангүл 240 көшет. Енді біз әр жәшікке бөліп салды 40 түптен, бірақ неше жәшікке салған білмейміз, соны шығаруымыз керек. Ол үшін 80-ге мына 240-ты қосамыз, таушымылдық пен раушангүлдің санын. Сонда 320 болады, соны 40 жәшікке бөлеміз. Сөйде 8 шықты. Сонда 8 жәшікке 40 түптен салды көшет. Бесінші есеп, фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлшеу, олардың ауданы мен периметрін тап. Бірінші мына фигураның ауданын табатын боламыз. Бұл фигураның А қабырғасы 4 сантиметрге тең, В қабырғасы 2 сантиметрге тең екен. Ауданын табамыз. Ол үшін
Си тең болады. Мына А қабырғасы мен В қабырғасын көбейтеміз, яғни 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сол кезде 8 сантиметр квадрат. Мына жердегі 2 қабырғадан ғой. Сондықтан да 8 сантиметр квадрат болады. Ал периметрін табу үшін мына формуламен шығаратын боламыз, яғни тәсілмен пи тең болады 4-ті 2-ге қосамыз, яғни 4-ті 2-ге қосқанда 6 болады, 6-ны 2-ге көбейткен кезде 12 болады, яғни 2 қабырғасын есептейміз, сонда 12 шығады. Келесі екінші мына көк фигураның ауданы мен периметрін табуымыз керекпіз. Оның бір қабырғасы 1 сантиметрге, екінші қабырғасы 4 сантиметрге тең екен. Си тең болады мына А қабырғасы мен В қабырғасын көбейтеміз. Сол кезде, яғни 1-ті 4-ге көбейткенде 4 сантиметр квадрат болады. Мына екі қабырғасын қосып есептегенде ауданы 4 сантиметр квадрат. Ал периметр, яғни пи тең болады. Мына 1 мен 4-ті қосамыз, екі қабырғасын, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 1-ті 4-ге қосқан кезде 5 болады. 5-ті 2-ге көбейткенде 10 сантиметр болады. Сонда бұл фигураның периметрі 10 сантиметр. Келесі үшінші соңғы фигура, бұл бізде шаршы берілген. Бұның барлық қабырғалары, яғни 3 сантиметр. Енді осының ауданы мен периметрін табамыз. Ол үшін си тең болады. Мына 3-ті 3-ге көбейтеміз, яғни 3 қабырғасын. Сол кезде 9 сантиметр квадрат болады барлық ауданы. Енді периметрін табу үшін 3-ті 4 қабырғасына көбейтеміз. Сол кезде 12 сантиметр, яғни периметрі 12 сантиметрге тең болады. Алтыншы есеп амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді баған түрінде есепте. Ең алдымен жақшаның ішіндегі амалдар орындалады. Яғни 446-ға 254-ті қосамыз. Сол кезде 700 шығады. Енді мына 1000-нан осы 700 алатын болса 300 шығады. Келесі бұл жерде де барлық жерде бірінші жақшаның ішіндегі амалдар орындалады. 272-ге 326-ны қосып аламыз. Сол кезде 598 шығады. Одан кейін сол 598-ден 198-ді алатын болсақ 400 шығады. 89-ға 71-ді қосамыз, сосын оған 18-ді қосамыз. 89-ға 71-ді қосып алдық, 160 шықты. Осы 160-ға 18-ді қостық, 178 шықты. Осыны мына 700-ден 178-ді аламыз, сонда 522 шықты. 652-ге 197-ні қосамыз, сонда 844 шықты. 998-ден 844 алғанда 154. 35-ге 65-ті қосамыз, сонда 100 шығады. 100-ге 98 қосқанда 198. 702-ден 198-ді азайтамыз, 504 шықты. 908-ден 765-ті азайтамыз, 143 шығады. 89-ға 143-ті қосқан кезде 232. Жетінші А есебі мүмкін болатын тәсілдердің бірімен есепте. Бірінші жақшаның ішіндегі амалдарды орындаймыз. 20 граммға 80 граммды қосқан кезде 100 грамм, оны 5-ге көбейтеміз, сонда 500 грамм болады. 30 граммды 20 граммға қосамыз, 50 грамм, оны 2-ге көбейткен кезде 100 грамм болады. 50 литрге 10 литр қосамыз, 60 литр болады, оны 8-ге көбейтеміз, 480 литр. 5-ге 4-ті қосамыз, және де оған 7 килограммды көбейтеміз. 5-ге 4-ті қосқанда 9, оны 7-ге көбейткенде 63 килограмм шығып тұр. 7 метрге 2 метрді қосамыз, оны 30-ға көбейтеміз. Сонда 7-ге 2 қосқанда 9 метр, оны 30-ға көбейткенде 270 метр шығып тұр. 8 миллиметрге 1 миллиметрді қосамыз, 9 миллиметр, 100-ге көбейткен кезде 900 миллиметр. 40 сантиметрге 10 сантиметр қосамыз, 50 болады, 50-ді 6-ға көбейтсек 300 метр шығады. 40-қа 30-ды қосамыз, және де оны 8 метрге көбейтсек 560 метр болады. 70 миллиметрге 30 миллиметрді қоссақ 100 метр болады. 100 миллиметр болады. Оны 2-ге көбейтетін болсақ 200 миллиметр болады. Мына жерде метр болып жазылып қапты, негізі миллиметр. Жетінші А есебі өрнектердің бірімен есеп құрастырып көр. Мына жерде үшінші есепті алып көрейік. 50 литр қосылған 10 литр көбейтілген 8 деген өрнекті аламыз, құрастырамыз. Шие шырыны 50 литрден дейік. Одан кейін алма шырыны 10 литрден дейік. Бір жәшікте. Ал соны 8 жәшікте барлығы қанша литр шырын болады, соны анықтаймыз. Ол үшін
50 литрге 10 литрді қосамыз, яғни 60 литр болады. Оны 8-ге көбейтеміз, сол кезде 480 литр болады. Сонда жауабы 8 жәшікте барлығы 480 литр шырын бар. 8-ші есеп, бағбанның көшет өсіруге арналған қияр, гүл және түймедақ деген жазу бар 3 жәшігі болды. Ол қиярдың, гүлдің, түймедақтың тұқымдарын сол жәшіктерге отырғызды, бірақ олардағы жазулар дұрыс емес болып шықты. Түймедақ деген жазу бар жәшіктен не өсіп шығуы мүмкін? Түймедақ деген жазу бар жәшіктен гүл немесе қияр өсіп шығуы мүмкін. Балалар, осымен біздің бүгінгі 71-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.